Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 4-ші тоқсан бойынша номері 2-ші БЖБ-ны өтетін боламыз. Clothes and fashion. Киімдер және сән әлемі тақырыбы бойынша. БЖБ 20 минутқа беріледі. Екі тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырмасы reading, оқылым. Task 1. Read the definition below, find the proper word in the text and insert it into the table. Look up the words in the dictionary and check their answers. Мына жердегі мәтінді оқи отырып, кестені толықтырыңыздар деген, иә? For example, the place where learners study, the school. Мысалы, оқушылардың манағы оқитын орны дейді, иә? Мектеп екен. Жауабы мектеп болып тұр. Мәтінді оқиық. Hi, I'm Jenny and I'm 13 years old. I go to school in our town. At school we always wear a uniform. Girls wear white shirts, blue skirts and red sweaters with a school emblem. Boys wear white shirts with blue ties and blue trousers. The sweaters are red too. All of our shoes are black. We don't like our school uniform. After school, my first thing to do is putting off my uniform. I hate skirts and dresses. I like wearing casual clothes. I often go skateboarding, so my favorite pieces of clothes are very comfortable. I like trousers, jeans, shorts, t-shirts, jackets, trainers, and I have lots of basketball caps. I never wear dresses and skirts when I'm not at school. Mom says that I should wear girlish clothes, but they are uncomfortable for me. Так, бұл жердегі мәтінде оқиық. Сәлем, мен Дженнимін дейді, иә? Менің жасым 13-те. Мен өз қаламыздағы манағы мектебімізде оқимын дейді. Мектепте біз үнемі форма киеміз. Қыздар ақ көйлек, көк юбка, мектеп эмблемасы бар, қызыл манағыдай жакет киеміз дейді. Ұлдар көк галстук, ақ рубашка, көк шалбар киеді дейді. Олардың жемпірлері де қызыл дейді, жакеттері яғни. Біздің барлық аяқ киіміміздің түсі қара. Бізге мектеп формасы ұнамайды. Мектептен кейін менің бірінші жұмысым формамды шешу дейді. Мен юбка мен көйлектерімді жек көремін дейді. Мен қарапайым киім кигенді ұнатамын. Скейтбордпен жиі барамын дейді. Сондықтан менің сүйікті киімім өте ыңғайлы. Маған шалбар, джинсы, шортик, футболкалар, курткалар, бейсбол қалпақтары ұнайды дейді. Мектепте болмаған кезде юбка мен көйлекті кимеймін дейді. Анам қыздың киімін киюім керек дейді, бірақ ол маған ыңғайсыз дейді. Ары қарай тапсырманы қарайық. Therefore, remaining the same in all cases and at all times and changing in form or character. Барлық жағдайда да, менің барлық уақытта да бірдей болып қалуым, пішінім, сипатым бойынша өзгермейді дейді. Uniform, біркелкі формасы, иә? Behaves, looks of, sounds like a young girl. Өзін жас қыз сияқты ұстайды, түрін, дыбысы барлығы дейді, иә? Girlish, иә? Relaxed and used everyday uniformal style. Күнделікті қолданатын informal, бейресми стиль дейді, иә? Casual, кездейсоқ Third, a thing serving as a symbol of a particular nation of organization. Белгілі бір ұлттың, ұйымның символын қызметін атқаратын зат дейді. Emblem, иә? Эмблема ол. A part of something, бір нәрсенің бөлігі дейді. Pieces, бөлшектер. Physically relaxed and free. Comfortable, ыңғайлы дейді, иә? Физикалық жағынан еркін және бос дейді. Comfortable, ыңғайлы. Next, speaking, айтылым бөлімі. Task 2, екінші тапсырма бойынша. Choose a question and be ready to answer it after the teacher starts the conversation. You should add your
ideas to the class discussion. Так, бұл жерде екінші тапсырмада сұрақты тыңдап отырып, мұғалім әңгімені бастағаннан кейін оған жауап беруге дайын болып отыру керек, иә. Сыныптағы манағыдай сыныпта осыларды талқылап, өз идеяларыңызды қосуларыңыз керек дейді. Teacher organize a Socratic seminar which helps teacher to engage learners while they are speaking on the topic clothes and the fashion. Learners are sitting in a circle and answering the question which teacher prepared and they cut down beforehand. Мұғалім Сократтық семинар ұйымдастырады. Ол мұғалімге оқушыларды киім және сән әлемі тақырыбында сөйлеген кезде бақылауға көмектесуі керек. Оқушылар шеңберге отырады, қай мұғалім алдын ала дайындап, кесіп тастайды, сосын сұраққа жауап береді, иә. There are some rules of this task. Бұл тапсырманың кейбір ережелері дейді, иә. Ask questions if you do not understand what someone has said. Біреудің айтқан түсінбесеңіз, сұрақ қойыңыз дейді. You do not need to raise your hands to speak. Сөйлеу үшін қол көтеру керек. Pay attention to your airtime. Өзіңіздің манағыдай эфир уақытында назарыңызды аударыңыз дейді, иә. Don't interrupt, сөзді бөлмеу. Don't put down the ideas of another learner. Басқа оқушылардың идеяларын манағыдай түсірмеу, иә. Example, what kind of clothes are in fashion now? Мысалы, қазір сіз қандай киім, сән әлеміндегі қандай киімдерді киесіз дейді, иә. Learn a possible answer. Мысалы, I am not a modern person and I do not trace fashion and clothes. I think my personal style is casual дейді. Мысалы, мен заманауи адам емеспін, сән әлемінде киімдерді қатты мән бермеймін дейді. Жеке стилім кездейсоқ деп ойлаймын дейді. Қай нәрсе ұнайды, соны киіп жүре береді екен, яғни. Мына жерде енді әркім өзінің yes, no сұрақ идеяларын өздерінің қою керек. Енді мына жерде біздерге мынандай сұрақтар берілген, соған ауызша айтуымыз керек, иә. Негізі, how much money do you spend on clothes? Have you ever worn clothes from elder brother or sister? Сіз киімге қанша ақша жұмсайсыз? Сіз үлкен ағаларыңыз, әпкелеріңіз киімін киіп көрдіңіз бе дейді. Так, бірінші сұраққа жауапты қарайық. I don't spend much money on my clothes. I try to buy comfortable things at a medium price. I don't have any elder brother or sister, so I wear only my own clothes. Yes, I have worn some clothes of my elder brother when I was a little child. Киімге көп ақша жұмсамаймын, мен ыңғайлы заттарды орташа бағада алуға тырысамын дейді, өзіме ыңғайлыларын дейді. Менде үлкен аға әпкелерім жоқ, сондықтан мен тек өз киімдерімді киемін дейді. Бұл бірінші варианты, мына жердегі сұраққа аға әпкелердің киімін киіп көрдің бе дегенім. Ал екінші варианты, мен кішкентай кезімде үлкен ағамның киімдерін кидім, аға әпкелерімнің деген. Ары қарай екінші сұрақ бойынша, have you ever bought second hand clothes? Why or why not? Сіз екінші киім сатып ала аласыз ба дейді, иә? Және неге? Жауап, I have never bought any second-hand clothes because I want my clothes to be new. I have bought some second-hand clothes because second-hand shops often offer good clothes at low prices. Мен ешқашан екінші киім сатып алған емеспін дейді. Өйткені менің киімім жаңа болғанын қалаймын дейді. Екінші киімдерді сатып аламын дейді. Екінші вариантта, өйткені дүкендерде жиі арзан бағада ұсынып тұрады дейді. Сұрақ бойынша, do you have any tattoos or piercing? What do you think of them? Так, сіз татуировка немесе пирсинг жасатқансыз ба, және олар туралы ойыңыз дейді.
Үшінші сұрақ бойынша. I don't have any tattoos because I am too young for them, but I've got my ears pierced, so I can't wear earrings. I have a positive attitude towards tattoos or piercings. I think that tattoos are one kind of art. Так, менде татуировка жоқ, өйткені мен олар үшін ондай жасатуға кішкентаймын. Бірақ сырға тағып алу үшін құлағымды тесіп қойдым. Мен татуировка немесе персингке манағыдай оң көзқараспен қараймын. Менің ойымша татуировка ол да бір өнердің түрі. Therefore, төртінші сұрақ бойынша, what is the traditional dress where you live? Is it comfortable? Do you ever wear it? Сіз тұратын жердегі дәстүрлі киімдері қандай? Сіздерге ыңғайлы ма? Және оны киесіз ба дейді, иә? Төртінші сұрақ бойынша. Traditional clothes in Kazakhstan are very colorful and decorative. Women often wear sleeveless jacket and long dresses, while men wear shapan. But I don't think anybody wears them in everyday life now. I wear it sometimes on our national holiday like Nauruz. Так, төртінші сұрақ бойынша, Қазақстанда дейді, әртүрлі киімдер өте түрлі түсті және сәнді. Әйелдер көбіне жеңсіз күртеше, ұзын көйлек кисе, ерлер шапан киеді. Бірақ қазіргі уақытта күнделікті өмірде ешкім оны кимейді деп ойлаймын. Наурыз мерекесінде киеді дейді, оны көбіне анда-санда. Келесі сұрақ. In what way does your grandmother or grandfather dress differently from you? Так, әжең немесе атаңның киімі сізбен несімен ерекшеленеді дейді, иә? My grandparents prefer wearing something comfortable. I prefer wearing something fashionable дейді, иә? Менің әжем менің киіміме көп қарсы емес дейді, иә? Ыңғайлы және сәнді киім кигенді ұнатамын дейді. Келесі, is there a dress code at school or at work? Talk about it. What about going to parties or clubs? Мектепте және жұмыста дресс-код бар ма дейді. Бұл туралы не айтар едіңіз? Кештерде клубтарға барғанда не деуге болады дейді, не киюге болады. Так. There is a school uniform at my school and it's compulsory. Girls wear skirt, blouses and white skirts, and the boys must wear trousers, shirt with layers and the jackets. The colors of our uniform are blue, black and white. If I go somewhere to hang out with my friends, I choose to wear jeans, some t-shirt and a hoodie. Менің мектебімдегі мектеп формасы бар, және ол міндетті. Қыздар юбка, рубашка және жакет киеді дейді. Ұлдар шалбар, ұлдардың шалбары және галстугы бар, және ақ рубашка киеді. Бірыңғай өнерімізді бірыңғай адамдардың нелері түстері көк, қара және ақ дейді, формалардың түстері. Егер мен достарыммен қыдыруға баратын болсам, джинсы шалбар, футболка, худи киіп аламын дейді. Осымен бүгінгі біздің номер 2 БЖБ тапсырмамыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.